Сәлем канал көрермендері. Елордадан Нұрсұлтан атауы Астана болып өзгертіледі. Тоқаев оны қолдады. Кезінде дәл осы Тоқаев мырза Астана атын Нұрсұлтанға ауыстыру керек деген ұсыныс тастаған болатын. Бүгінде кері пікірін қабылдап, енді Нұрсұлтанды Астанаға ауыстырмақ. 2019 жылы ауыстырылған Астана қаласына 57 миллиард теңге жұмсалған. Нұрсұлтан атауы Астана болып өзгертіледі. Оны президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібаев хабарлады. Өздеріңіз білетіндей, парламенттің бір топ депутаты Астананың бұрынғы атауын Қазақстан елордасына қайтаруды ұсынған болатын. Бұл бастама туралы президенті депутаттар хабардар еткен. Олар өз кезегінде халықпен кездесулер барысында бірнеше рет айтылған ұсыныстарға, сондай-ақ референдум кезіндегі халықтың көптеген өтініштеріне сүйенеді. Парламент мемлекет басшысының келісімімен конституциялық заң жобасына енгізілді. Бұл ретте елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның қазіргі мемлекеттілігін нығайтуда және елорданы қалыптастыруда үлкен үлес қосқанын, сондықтан тұңғыш президенттің атымен аталған басқа да нысандардың атауларын сақтап қалу керектігін айтқан.